Götür yüksekte. Götür yüksekte vatan. Götür. Al Batır. Hadi. Özlem ben. Gel. Ne? Hadi. Hadi bak. Mana ders. Komisar. Aman geldi terbayla. İmam. Orada gözü soğuz komisar bu. Haydi kalk. Otur bayram var. Geçen aldan tarımcılara varlık gerek zararına 10 mıngını koyun. Cekette oynayın. Al yoldaşlar. Ben Allah şarkısının başçısıyım. Ağaç деген қасиетті сөзді той етіп, қазақты қырғанды қалай түсінуге болады, Мыржақып? Алаш азатқа қару кезеген емес. Сен қару керемет, сен қару кеземеген шығарсың. Бірақ сен артына барып тұрған аттың әскері, бергеніңді қолыңмен, бермегеніңді жолыңмен де қазақтың даласын қан сасып емеске. Ай, олай кінә қуатса, мына қызылдың да қылған аз емес. Қазір бір-бірімізге кінә артатын уақыт емес, аман келді. Алдыңа келсе, атаңның да құнын кеш дегенді ұмытпа. Бірақ мен осы елімнің азаттығы, жерімнің тұтастығы үшін жалаң қолмен зіркілдеген зеңбірекке қарсы шығып қамбасын тартқанда мынау сенің бұйрығың ғой. Ақ патшаға қарсы шықпаңдар, жеңілесіңдер дегеніңді қалай түсіндіресің? Айтшы қалай? Ай, аман келді. Сен арқаңды кеңге салсаң, артында сарыарқада қазақ елі тұрды. Ал мен амалсыз жаттың сөзін сөйледім. Орынборда, ордалышылардың ортасында жалғыз өзім отырдым. Егер мен шындықты айтсам, сол сәтте-ақ менің мойным түзеледі ғой. Hayran aman geldi, asıl teklim. Gelişinde şov gelse, tasadıp çıkar, ah göz batırır edin. Geldi sen de yolda karşı var. Egirip tuğan eredin, bir özün mınga ten edin. Hayran aman geldi, asıl teklim. Seçtim. Atıldım. Batırlığım ben. Yer жүрек білесің мен. Көзімнің тірісінде аңыз қайнап. Аз ғана жұртыңды көпке балап. Азаттықтың аттарын көрсеткен. Дүниеден бәрі де өлі. Бірақ ұлтын шұбаққа сүйреген батырдың ерлігі, арман мұраты өлмейді. Аман келді семсерін, ешқашан топ баспады.
Қостанай облысы әкімінің орынбасары Мұхаммедқалиев Ринат Зәкиұлы шақырылады. Бүгінгі міне аталып өтіп жатқан Амангелді бабамыздың туған жерінде өтіп жатқан дүбірлі тоймен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлт азаттық көтерілісі, ұлт азаттық қозғалысы халықтың жадында қаншама халық біздің еліміздің басынан қаншама нәубет замандар өткен. Бірақ соның бір бір жарқын несінің бірі, өкілінің бірі бұл болды Амангелді Иманов атамыз. Осы жерде 150 жылдық тойына орай шаралардың барлығы сәуірден басталып, елордадан бүгінгі күнде міне шыңырау шегіне жетіп, туған еліне келіп жатыр. Соған орай үлкен премьера қойылып жатыр. Осы премьераға қатысқан барлық артистерімізге алғыс білдіреміз. Міне өзіміздің арамызда Амангелді атамыздың немересі Батырлан ағамыз отыр. Бұл кісі тойдың 100 жылдығына да қатысқан екен осы елде. Сізге Алматыдан осы тойға арнайы келіп отыр. Осы Алла нәсіп етіп 150 жылдық тойды барлығымыз арамызда бірге қарсы алып отырғанына қуаныштымыз. Туған туыстар отыр. Тек қана осы тойымыз жақсы өтіп, ел аузында қалатын бір ерекше тойлардың бірі болсын. Рахмет. Рахмет сізге.